Былтыр еліміз экспортқа 200 келі зергерлік бұйым шығарып 8 миллион доллар пайда тапқан. Ал сырттан 2 тонна өнім кіріп 89 миллион долларға саудаланыпты. Есептеп көрсек, сатқанымыздан алғанымыз көп. Мамандар бұл сала біздің елде кенже қалып отыр дейді. Тиісті заң болғанымен нақты басқаратын тетіктер жоқ. Зергер Берік Әлібай көпке танымал тұлға. Халықаралық Карл Фаберже орденінің иегері. Оның қолына шыққан туындылар талай елде жоғары бағаланған. Қазір шебер өз үйінен музей ашып, халқымыздың құнды этнографиялық жәдігерлерін көзінің қарашығындай сақтап отыр. Айтуынша, шетелдік азаматтар мұнда көптеп келеді екен. Шетелдіктер аузын ашып, не деген ұлы халық бұл деп сондай, мысалы, таң қалады. Зергерлік музей жоқ, зергерлік жеке, мысалы, бөлімде, залда жоқ. Ол этнография залында бір бұрышында ғана музейлерде зергерлік бұйымдарды қойып қойған. Шетелден келетін қаншама қонақтарымыз бар, қаншама делегациялар бар, барлығы қазақтың этнографиясын көргісі келеді. Бұрынғы өмірімен танысқысы келеді. Бұл қандай ұлт болған? Бұл тарихта болған ба, болмаған ба деген сияқты. Бұның тұтынған бұйымдары қандай болған, қандай заттар болған, соны көргісі келеді. Шебердің айтуынша Қазақстанның зергерлік әлеуеті өте зор. Еліміз күміс қоры бойынша 2-ші орында, ал алтын қоры бойынша алғашқы ондықта. Әйтсе де, Қазақстан импортқа тәуелді болып отыр. Мемлекеттік кірістер комитеті хабарлағандай, былтыр еліміз 8 миллион долларға 200 келі зергерлік бұйым экспорттаған. Ал сырттан келген өнім көлемі 10 есе көп. Ішкі нарықта 2 тоннаға жуық бұйым саудаланып, 89 миллион доллар қаржы жұмсалған. Мысалы, көрші көп елдерде, мысалы, Түркия бар, зергерлік өнердің өте қатты дамыған жерлерінде. Оларда зергерлікпен айланысқандарға салық салынбайды, салық. Оларға шикізаттың өзін субсидиялаумен береді, жарты бағасына. Көрші өзіміздің Өзбекстан мемлекетінің қолөнершілеріне жасап қойған жағдайларын көріп, біз өте таң қаламыз, мысалы. Қызығамыз, қызғанамыз, мысалы. Бізде ол зергер, шебер, ол бәрі бізде ол бизнесмен ретінде қаралады. Қазақстанда зергерлік саланы сауда және өнеркәсіп министрлігімен қоса қаржылық мониторинг агенттігі қадағалайды. Әрқайсысы өзіне тиісті міндеттермен ғана айналысады. Министрлік осы саланың дамуына Тау-кен алтын кәсіпорнынан зергерлік бұйымдарды шығаратын өндірушілерге жылына 300 килограмм квота белгіледі. Осы квотаның аяғысында 2023 жылдан бастап зергерлік бұйымдарды шығаратын өндірушілерге қосалқы құн салығынан да алынды. Ішкі нарықта күмістен жасалған зергерлік бұйымдарды сынама бедерінсіз сатуға болады. Қазіргі уақытта министрлік осы алтынды сатып алу кезінде отандық өндірушілер үшін төлемді бөліп төлеу және жеңілдіктер бойынша жұмыстар жүргізуде. Елдегі зергерлік бұйымдар мен бижутерия өндірісі креативті индустрия тізімінен енген. Десек те бұл саланы басқаратын нақты тетік жоқ. Зергерлер лигасының мәліметінше нарықтың көлеңкелі тұстары нақты статистика жүргізуге қолбайлау болып отыр. Сондықтан кешенді түрде зерттеу жүргізіп, стратегиялық құжат әзірлеу керек. Ол үшін мемлекеттен қолдау қажет. Жүйелі жұмыстар атқарылса, пайдасы да көл көсір дейді мамандар. Менің ойымша, бұл көптеген зергерлік компаниялардың көлеңкеден шығып, заңды бизнеске айналуына, еліміздің бюджетін толықтыруға мүмкіндік береді. Тиісінше салық түсімдері артады. Қазақстанда бизнес жүргізу ахуалы жақсарады. Мұның бәрі ашық болу үшін мемлекеттің кепілдіктері, салық жеңілдіктері мен артықшылықтары болуы қажет. Егер зергерлік нарықтың 90%-дан астамы көлеңкеде екенін айтсақ, мемлекеттің үлкен қаражаттан қағылып отырғанын түсінеміз. Келер жылдан бастап елде зергерлік бұйымдарды цифрлық таңбалау қағидасы енгізілмек. Зергерлер лигасы бұл тұрғыда алдымен заңнаманы жетілдіріп, жаңа ұғымдар енгізуде. Сондай-ақ инфрақұрылымды жақсартып, салаға жауапты бірыңғай мемлекеттік орган бекітуді сұрап отыр. Аслан Иса, Айжан Қасым, Райымбек Бигожаев, Жібек жолы, Астана.